Ассалаумағалейкум, қадірлі оқырман. Бүгін әрине өте қуанышты күн. Себебі менің жанымда автор Жади Шәкенұлы ағамыз отыр. Қан кешкен ханзадалар деген романы менің қолымда тұр. Бүгін неке осы кітап жайында әңгіме өрбімек. Жади аға, осы кітабыңыз құтты болсын. Жаңадан қолға тиіп жатыр екен. Осы қуанышыңыз ұзағынан сүйіндірсін, оқырмандарыңыз көбейсін. Жалпы өткен жолы Абай Мауқарұлы осы кітаптың редакторы болған екен. Сол кісімен әңгіме барысында осы кітаптың біраз ерекшеліктеріне, өзгешеліктеріне тоқталып, осы құнды пікірлермен бөліскен еді. Енді автор ретінде өзіңізбен кездесу, жүздесу бұйырып тұр. Бұл кітапты шығару идеясы қалай келді өзіңізге? Қайтып бастадыңыз осы кітап жайында ізденістеріңізді? Сол жайында бастасаңыз. Иә, енді бұның өзі басталуының өзі пандемия заманына тура келеді. Себебі пандемия заманында бір жақсылық болды деп айтуға болады. Елдің бәрін үйден шықпаңдар деп үйде қамап қойған кезде мен ойладым, енді нені зерттеуім керек деп. Соның алдындағы Астана қаласында Тоғорылқан оқыған корпоративті қор деген қор құрылып, Шыңғысхан Тоғорылқан дәуіріндегі бір бөлім тарихи кітаптарды құрастырып шығара бастағанбыз. Соның кейін сол кітаптарды құрастырып шығару барысында қарасам, мына түркітекті мынау ежелгі қазақ тайпаларынан құралған біздің елдігімізді құрайтын, мемлекетшілігімізді құрайтын тайпалар хақындағы көптеген тарихи деректердің бұрмаланғандығы байқалды. Соның ішінде атап айтқан кезде біздің айналамыздағы 3 империя десек, біздің ұлы Моңғол империясы осы біздің хандықтарымыздың құрылуына себеп болған. Екінші екі бүйірімізден қысқан Орыс Қытай империясы, 3 империяның ортасында қалған түркілердің көлеңкеленген тарихының көп екендігі байқалғаннан кейін мен осыны қаужап, пандемия кезінде 4-5 ай қозғалмай отырып, мынау түркілік тек және қазақ тұрғақтары деген ғылыми еңбек жаздым. Осының дайындығы ретінде. Енді өте көп материалдарды көрдім, оқыдым, зерттедім деп айтуға болады. Сөйтіп осыдан кейін осыны әдеби шығарма қылып неге жазбаймын? Себебі мына Моңғолдың құпия шежіресі дейді, алтын шежіре дейді. Сондағы біз сеніп жүрген бұрынғы тарихи деректердің өзінде көптеген қателіктер немесе бұрмалаулар бар екендігі байқалды. Сөйткеннен кейін барып осы тақырыпқа кірген себебім сол, түркілік текті түркі даласының ежелгі иелері кімдер болған дегенді жоқтау мақсатты, және өзгелер біздің жерімізге қалай көз аларды, жаулады деген мазмұндарды қаузау негізінде қолға қалам алған жағдайым бар. Мынау кітапты оқу барысында біраз жерлерді өз көзіңізбен барып көргеніңіз анықталады. Мынау өзіңізде жазыпсыз ғой, соңғы сөзде барған жеріме міндетті түрде барып зерттеймін, жазбай тұрып өз көзіммен көруім ол өте міндетті депсіз. Сонда шынайы болады шығарма, туынды да сондай бір шешіліп жазылады. Осы жағына жақсы көңіл бөлетініңізге мен қуандым. Қай жерлерде болдыңыз? Енді бұны анығырақ айтқан кезде осы сөз тарқатып айтатын болсақ, шындығында да мына тарихи шығарма жазуда жерді көру деген басқаша әңгіме. Мысалы, қазір Шыңғысханның ауылын Ойбай деп Жетісуға сүйреп келіп жатқандарымыз бар. Ойбай мынау Алтайдың тауында, қазіргі мына Катонқарағай өңірінде, Бұқтырманың жағалауында деп сүйреп келіп жатқан тарихшылар бар да. Олардың көңіліне келсе де айтайын, олар сол Шыңғысхан жүрген жерді, Тоғорылқан жүрген жерде ежелгі түркі қағанаттарының жерін жүріп көрген жоқ. Ал жүріп көргенде жер сөйлейді екен. Мысалы, осы біздің азаматтардың ішінде мына Дархан Қыдырәлі деген азамат бірнеше рет жаңағы сол жерлерге барды. Мынау Нәпіл Бәзілхан деген тарихшы азамат бар, Ағеділ Тойшан деген азаматтар бар. Осы азаматтардың жетелеуінде сол түркі қағанатының ескі жұрттарына барып келгеннен кейін олар жаңаша көзқараспен бірнеше тарихи еңбектердің жазылуына себеп болды. Ал енді жаңағы жер көрмеген адамдар қайтеді дегенде жаңағындай шолақ ойларға немесе шолақ тұжырымдарға барады. Себебі ол жердегі ескі аңыз болған жерлерді айтып отыр. Мысалы, сол Сақарада отырған, бір сайда отырған Моңғол ауылына барып, осы жер қай жер, мынау немене деген жер десеңіз, олар айтады. Баяғы заманда Шыңғысхан жүріп өткен, Тоғорылқан жүріп өткен жер Бәленбай деген жер осы. Сонда ана жерге қамшы түсіп қапты, ана жерден атына мінеді екен, ана жерден жаңағындай сол ауылдың адамдар тезектіреді екен деген сияқты қарапайым сауатты сол жергілікті қариялар тамсанып айтады. Мысалы, соның бір мысалын айтайын болсам, жаңағы Шыңғысханның ұстазы, атасы болған Тоғорылқанның көне ордасының біреуі осы қазір Улан-Батыр қаласының астында қалған. Екінші орда тіккен бір жұрты сол неменеден батысқа қарай
Улан-Батыр қаласынан 25 шақырым жерде құс фабрикасы деген жерде екен. Соған күнге баратын күнге тура келген күні мен баратын күні Сұлтан Таукей деген ағамыз бар еді, Ислам Қабыш деген ағаларымыз бар еді. Сол елде үлкен ғалым жазушы Мүйіз Қарағайдай кісілер. Сол кісілердің қолы босамай қалды да, сосын мен шөпер жігітке айттым, өзіміз барып тауып алайық деп. Соның кейін солай қарай бет алдық та қыркүйек айының іші мына ежелгі түркі даласы болған сол шығыс аймақта қоңыр күз ерте түседі де. Сонан кейін жаңағы қатты жел соғып жетіп тұрғанда машинамызбен келе жатсақ, жолдың шетінде бір топ қыз-келіншектер такси күтіп тұр екен. Сосын мен шоферға айттым, анадарды алып алайық, осы мүмкін біз бара жатқан жерге бара жатқан шығар, егер баратын болса, біз соны тегін апарып тастап, бізге жаңағы бір сорабын көрсетіп беретін шығар деп сөйттік те. Содан жаңағылерге тоқтадық. Сосын менің тілек ойымды ол айтты, осындай Тоғырылқанның жұртын іздеп бара жатыр едік, сіздер тауып берсеңіздер, мына кісі сіздерді үйлеріңізге тегін апарып қоймақшы деп, өйткені машина менікі болатын, осы жақтан арнайы жүрген. Соның сөйтіп айтып еді, қыздар қуанып кетті де, онда үйлеріңде кәрі ата, әже, нағашы апа деген сияқты 80-90-ға келген шал кемпірлер бар ма десек, бар етіп қыздар шу етіп машинаға тығылып отырып алды да, телефондарын шұқылап маңырата жөнелді арғы жағына қарай. Сөйтіп бір Қазақстаннан келген қонақ Тоғырылқанның ежелгі жұртын іздеп келе жатыр екен деп. Сөйтіп еді ар жағында шал кемпірлер ол керейт хандығының қасиетті ханы Тоғырылқан ба, оның жұртын білеміз ғой, оңға солға деп жаңа қыздар шуылдап бізді ертіп алып барды. Барсақ жаңағы биік төбенің үстінде орда тіккен ескі таған, нақ орданың ордасындай астына күйдірілген кірпіш төселген, шетін ағаш керегемен қоршап қойған, ортасын 3 мос темір орнатып, қалың ақтық жыпырлап байлап қойған. Сосын сұрадым мен, анадар ар жағынан сұрап жатыр, осы мына еденге төселген таған бұрынғы өзінің оригинал тағаны ма? Иә, сол ежелгі 1000 жыл бұрынғы немене. Ал мынаны кім қоршап қойған? Мұны қазақтар ма, немесе керейлер келіп қоршап қойған? Жоқ, керейдің де қазақтың да бұл жерге қатысы жоқ. Бұл қасиетті Тоғырылқан болғандықтан осы жаңағы біздің ауылдың қариялар ата бабасынан бері қорғап келе жатыр. Ал мұны 3 мос темірді кім орнатып, кім ақтық байлады десем, иә, осы өзіміздің қариялар ауылдың неменелері атадан бері осы жерді сыпырып қасиеттеп 1000 жылдан бері қарап келе жатыр дейді. Бұдан не келіп шығады? Түркі қазақ бірлігі деген келіп шығады. Түркі Моңғол бірлігі деген келіп шығады. Қазақ Моңғол бірлігі деген келіп шығады. Және жаңағы жер сөйлейді деген әңгіме осыдан келіп шығады. Жер сөйлейді. Егер мен оны көрмеген болсам, осы аңызға сенер ме едім? Соның кейін енді мен 4 рет сол жақта сапарда болдым. Шығыс түрік қағанат аймағында, Моңғолия жерінде, Баян-өлгей өңірінде деген секілді. Сонда жаңа жер сөйлейді дегенім Күлтегін ескерткішіне бардым, Тоныкөк ескерткішіне бардым. Сонда мысалы Тоныкөк ескерткішіне мен Ислам Қабышұлы деген ағамыз ертіп барып айтты. 1971 жылы мына тоң жібімей тұрған кезде, Кеңес одағының әлі де қылышына қан тамып тұрған тұста, Әзиз Несин деген Түркиядан сықақ жазушы арнайы осы Улан-Батырға келіп, мен бабамның ескі жұртын көремін деп, сосын жаңа Тоныкөктің ескерткішін алып бардым дейді. Бірақ Тоныкөктің ескерткішінің қасы ол кезде әскери казарма болатын да, үкімет жағы оған кіруге ешқандай рұқсат етпейтін жабық район болатын дейді. Соған қарамай үкімет басындағыларға кіріп жүріп, мен алыстан келген қонақ еді деп, жаңа Әзиз Несинді ертіп барып едім. Әзиз Несин Тоныкөктің тасын құшақтап, сол 1971 жылдың өзінде жылады дейді. Қайран бабаларым ай деп жылады дейді. Ал бұның барлығын неге айтып отырмын дегенде, жаңа сіздің сауалыңызға орай, жерді көргеннен кейін жердің сөйлейтіндігінің қарапайым мысалы сол. Анау сол Налайқы дейді, немененің Улан-Батырдың шығыс жағында, қазірде Налайқы аймағына жақын өңірде атқа мініп тұрған Шыңғысханның алып ескерткіш тұр. Ол жерге неге орнатылған десем, тегінде Шыңғысхан осы жерден кетіп бара жатқанда қамшысы түсіп кетіп, жаңағы жерге сол қамшысын барып алған екен. Соның кейін Шыңғысханның қамшысы түскен жер, ол алып ата адамның қамшысы түспейді ғой енді, ат үстінде жүрген. Бұл енді сондай бір нысан болу керек деп ырымдаған кейінгілер сол жерге ескерткіш орнаттық дейді. Осының барлығы не дегенде жер сөйлейді, тарих сөйлейді деген. Ал мен өзім Қаралы көш тарихи романын жазған кезде Алтайдан Анадолыға дейін мен толық жүріп өтпесем де, Алтайдан Гималайдың бауырына дейін жүріп өттім, және сол жолда жүріп өткен қаншама қариялармен кездестім, әңгімелестім, сөйлестім. Сонда қызығы жер атауларын өзімен алып отырдым. Бұл тарихи романда да мен шама бар, жер атауларын жаңағындай өз мәнерінде алуға тырыстым. Себебі не дегенде, оның барлығы ежелгі түркі даласы болды, ежелгі түркі жері болды. Біздің Моңғол деп жүргеніміздің өзі әрбірдеңе сол түркілермен біте қайнасқан, сол алып бәйтеректің бір бұтағы. Сондықтан сол идея осыда көрініс тапты. Жаңағы сауал орай айтқан кезде жаңа жердің сөйлейтіндігі. Сол шығыс түрік қағанатының, батыс түрік қағанатының аймағы деген қай жер дегенде, мына батыс түрік қағанаты осы кітапта сөз болатын. Тұғырыл ордасынан қашып шыққан бала батысқа барып Сібір хандығын құрады, Тайбыға деген. Сол өлкеде қазіргі мына Ресейдің Түмен, Қорған, Тобыл дейді, өңірі дейді. Сол жерлерге бардым, Ресейдің аймақтарынан.
мына Қостанайда Мүйізі Қарағайдай тарих ғылымының докторы, үлкен профессор, ғалым, жазушы, тарихшы кісі бар, Аманжол Күзембайұлы дейтін. Сол кісі өзі ертіп апарып, өзі Сібір танушы, сол жақты ертіп апарып көрсетті. Сонда ежелгі жаңағы түркі жұрттарының орындарын көрдік, және сол Түмен қаласының Сібір хандығының орнын көрдік. Енді орыстарға да рахмет айтатын бір нәрсе, Түмен қаласының негізін қалаған, және хандықтың негізін қалаған түркілер деп бір тастан ескерткіш қойып қойған екен, мойындапты. Сөйтіп осы мына жер көру, ел көру деген сол жерді көргеннен кейін жер өзі сөйлейтініне мен өзім куәмін. Өйткені ана жерде біреудің тұрғаны сияқты төбе басында сөйлеп, ана жерден біреу шауып бара жатқан сияқты көзіңе елес береді. Біріншіден көп оқуың керек кітапты, екіншіден қариялармен көп кеңесуің керек, үшінші жер көрген кезде, үшеуін қосып келіп жүрген кезде жер сөйлейтініне оған мен кәміл сенемін. Бәрекелді. Үйден шықпай отырып жазғанға қарағанда әрине барып көріп, жерді зерттеп, елмен сөйлесіп, кітаптарды оқығаннан кейінгі жазған шығарма ол құнды шығарма болатыны сөзсіз. Мен бұл жағынан сізге рахмет айтам. Осы жазған дүниеңізге өте жауапкершілікпен қарап, осыны көнекөз қариялармен де сөйлесіп, кітаптарды ақтарып, архив мұрағаттың қағаздарын да ақтарып, талай жұмыс істегеніңіз көрініп тұр. Енді бұл тақырып бізге көп белгісіз тақырып. Көп жалпы қалың оқырман бұл тақырыптарға көп дендеп еміп көрмеген. Осы тақырыптағы жазылған шығармалар жалпы көп па? Бұл кітаптың ерекшелігі қандай? Сол шығармалардан бір айырмашылығы қандай? Сол жайында. Жаңағы өзің сөз басында айтып қалған осы кітаптың әдеби редакторы Абай Мауқара деген азамат, мына моңғол тіліндегі, немесе моңғол тіліне қотарылған Қытай тіліндегі, немесе моңғол қазақ тілдеріне қотарылған ағылшын, орыс, өзге де түрік тілдерінде көптеген материалдарды оқыған азамат. Сол азамат айтып еді, осы өткен сұхбатында да, және менімен жеңіл кеңесінде де. Мен таңғалғаным дейді, осы тақырыптағы мен кем дегенде бір 50-дей, 100-дей кітапты оқып едім дейді. Шыңғыс хан тақырыбындағы осы Тоғорыл хан тақырыбы. Мұның одан мүлде өзгеше екен дейді. Мен басында оған сәп салмай, соның біреуі болып кетер ме екен деп үңіліп едім дейді, ол мүлде басқаша болып шықты деп тамсанып, өзі сұхбатында да айтты, менімен кездескен әңгімелерінде де күні бүгінге дейін тамсанып айтады. Сонда жаңағы осы Шыңғыс хан төңірегінде, Тоғорыл хан төңірегінде жазылған қаншама тарихи дүниелер бар. Соның ішінде бұл ерекше бір айта кететірлігі мынауда, жаңағы біздің осы түркі жұртына қатысты көптеген деректер бұрмаланған. Былайша айтқанда, Шыңғыс хан әулеті хан болғаннан кейін көбін моңғолдарға телген, моңғол ұлтының өкілдеріне, жаңағы хандардың мүддесіне телгенде, ал кейбір тарихтар мына Қытай империясы жағынан, Орыс империясы жағынан бұрмаланған. Бір қызығы, және осы тақырыпта сөз болатын, жаңа мына Сібір хандығының құрылуы, күйреуі сынды үлкен тарихи тема тақырып бар, орыстардың отаршылдығы жаулауы. Осында сөз болатын. Соның ішінде көптеген деректерді мен мына орыс тілді деректерден интернеттік аударма арқылы алдым. Сонда байқағаным, біздің қазақ тілді оқырмандарға әлі жетпеген, қазақ тілді зерттеушілер әлі толық еніп қандырмаған қаншама тақырыптың бар екендігін байқадым. Ал және бір қызық, осы тақырыптардың төңірегінде ол жақ бұл жағында айналып жазған жазушылар көп болған, бірақ олардың өкініштісі және маған қалдырған бақыты, олар Кеңес одағы дәуірінде жазғанда орыстың шиқанына тиетін жерді соқпай байланып өте шыққан. Ал мен орыстың шиқанын тырнап отырып, және қанын ағызып отырып, судай біздің жерімізді, елімізді қалай жаулады, әсіресе Алтын Ордадан ыдыраған жаңағы Ноғай ордасы, Сібір хандығы, Қырым, Қазан, Астрахан өлкесін қалай жаулағандығын егжей-тегжейлі суреттеймін де, жаңа сол жауланған өңірдің ханзадаларының қасіретті тағдыры бұда суреттеліп бейнеленеді. Сондықтан да бұл бұрынғы шығармалардан, бұл бұрынғы әннен өзгешерек деп жаңа Шәкәрім Қажы айтпақшы, бұрынғы жазылған тақырыптардан, тарихи тақырып жазушылардан да, жаңа заман тақырып жазушыларының да өзімше ортасынан жол тауып, соны жаңа заман оқырманына да, көне заман оқырманына да таныс қылып, тарихи дерекке де, әдеби көркемдікке де мән беріп, ортасынан алып шықтым деп ойлаймын. Мынау кітапты қарап отырсам, кітап роман 477 беттен тұрады екен. Мынау Қазандағы, Уфадағы кітап фестивальдарында болдым. Сол кітап фестивальдардың бір ерекшелігі мемлекеттік тұлғалардың, халыққа белгілі адамдардың сахнаға шығып, келіп отырған адамдарға кітаптың кәдімгі 2 сағаттық, 1 сағаттық мазмұнын оқуы өте халыққа жақсы әсер етеді. Мысалы бізде Асанәлі Әшімов ағамызды бір сахнаға шығарып қойып, 1 сағат кітап оқытсақ, халық оны тыңдап отырса, Асанәлі ағаның оқығанын, ол өте ерекше жағдайда болады. Сол сияқты біздің де қазақтың да осындай неше түрлі тұлғаларын алдағы уақытта осы кітабыңызды алып келіп, бір
халық көп отыратын жер, кітап жәрмеңкесі ме, әлде бір жастардың көп шоғырланған жеріне ме, әлде сауда орталықтары бар ғой түрлі жастар жиналатын. Сол жерге келіп бір екі тұлғаға оқытып, осындай бір әр жерден оқытсақ, тіпті сол жерде кітап сату, қолтаңба беру шараларын ұйымдастырса, өте жақсы кітап болады деп ойлаймын, рухымызды көтеретін. Соның бір бастамасы болсын. Мен де бір екі абзац осы кітаптан оқып бергім келіп тұр. 334 беттен. Өмірі ат үстінде тайбұғаға да қарттық жетті. Бұл күнде Шыңғыс түгілі ұлдарының өзі әлде қайда бақилық болған. Өзімен қан жаласып туған сарша бастаған аға бауырларының сүйегі де осы топырақта жатыр. Жиені Құбылай да бұдан жырақта, қалжыраған халде шүлдірлеген шүршіттің ортасынан ұзай алмайды. Көне орданы көрген, ескінің көзі тайбұға, күллі дешті қыпшақпен Моғолстанның сыйлы қариясына айналған. Қырбасына шыққан қарт, көк жүзіндегі қайтқан қаздар шоғырына қарап, ауыр-ауыр күрсінді. Тегінде адам баласы жалынды жастық қызуымен, жер бетін қанша кезіп, дүниенің мехнаты мен рахатын татса да, қатарласы сиреп, қара ормандағы жалғыз қарт қарағайдай күйге жеткенде, туған жерін, тумаларын еске алады екен. Тырау-тырау тырналардың үні, қаздардың қаңқылы оның көңілін мүлдем жүдетті. Қазірше осымен тоқтатайын. Алдағы уақытта бұл кітапты құрметті оқырмандар сіздер де аласыздар деп ойлаймын. Қан кешкен ханзадалар, кез келген қазақ баласы оқитын кітап, әрбір отбасында тұратын кітап деп есептеймін. Біздің өткенімізге, тарихымызға ойлауға үйрететін, осы өмірімізді өткенмен салыстырып қарауға, өзіміздің тарихымызды, тамырымызды танып, соған ары қарай үңілуге үйрететін кітап. Жадияға осы автор ретінде қаншама жылдар бойы осы кітапты зерттеп, ізденіп, сол жерлерге барып, осы көнекөз қариялармен сөйлесіп, архивті ақтарып, жаңағы айтқандай, осы үлкен еңбекті жазып шыққан екен. Кітаптың бұл ең алғашқы даналарының бірі. Менің қолыма түсіп тұрғаныма қуанамын. Енді Жадияға ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Бұл кітап Саят Қамшегер бауырым, өзің ақынсың, өзің мына баспасөз саласында біраз жұмыстың ең қандырып, мынау басқа елдерменен әдеби мәдени байланыстар төңірегінде жұмыс атқарып жүргеніңді қаламгер қауым біледі, оқырман жүрегімен сүйсінеді. Жаңа бір сөздің бастамасын сен өте жақсы айттың, мына автор менен оқырман арасын қалай жалғау мәселесі. Менің Қаралы көш тарихи романым шыққаннан кейін 2017 жылы түрік тіліне аударылды. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның қолына тиді. Ол қалай тиді дегенде, Түркияда жыл сайын мемлекеттік үлкен деңгейде жаңағындай облыс аралаған үлкен кітап жәрмеңкесі өтеді екен. Сол кітап жәрмеңкесін бүйтіп аралап келе жатады да, мына кітап не деп жаңағы Қаралы көшті ұстайды, Құданың құдіретінше. Содан кейін бұл түрік қазақтарының жаңағы қан кешу, Гималай асқан тарихы дегеннен кейін мен мынаны оқысам бола ма дейді. Сосын ана жәрмеңкеде тұрған жігіттер ойлайды, енді президент айта беретін шығар, оқысам, ойбай оқыңыз, алыңыз тақсыр дейді. Сосын 1,5 айдан кейін президент әкімшілігінен қоңырау шалып тұр дейді, сіздердің анау қазақстандық yazar Jadi Şakenoğlu'nun Қаралы көш тарихи романы біздің президент алып еді, соны оқып шығып еді. Оқып шығып, мына бүкіл түрік қазақтарының тарихы ғана емес, күллі түркінің тарихы екен, бұны бүкіл түркіге оқыту керек. Сіздер бізге қанша дана сатып бере аласыздар деп, олар 10.000 данамен шығарған екен. Көбі сатылымға сатылып кеткендіктен, сол кезде баспада 1-2-3 мың данасы қалса керек. Ойбай, бізде 2-3 мың дана қалды деген екен. Онда біз президент әкімшілігінің атынан сатып алып, сол мемлекеттік кітапханаларға және оқу орындарына таратсақ деп таратып, сол елде бір азамат, екі азаматша осыдан жаңа диссертациялық еңбек қорғап еді Қаралы көште. Айтайын дегенім, соның келесі жылында өткен жаңағы Түркиядағы Бурса қаласында өткен кітап жәрмеңкесіне мені шақырды. Бардым, өте бір үлкен қала, біздің мына супермаркет ана мынау дегеннен де үлкен, енді осы көз алдыға елестету тіпті қиын. Қаншама үлкен зал, енді өлшемі мынау футбол алаңы дейді ғой, енді футбол алаңындай үлкен зал. Сол алаңның іші толған, кітап толған, жәрмеңке толған адам. Соның жаңағы баспа өзінің өнімдерін апарып қойып, сол баспаның өнімдерінің қатарына мені тұрғызып қойды, айтты, міне қазақстандық yazar Jadi Şakenoğlu'nun кітабын қолтаңбамен аламыз десеңіздер, осындай деп аналар жарнамаға берді. Беріп еді, жарнаманың жаңағы жерден негрі өтіп жатыр, түркі өтіп жатыр, шет елден келген қонақтар өтіп жатыр. Солар кезек-кезек келіп, мені қолтаңбамен жаңағы түрік тіліндегі аударма Қаралы көш кітабын алды. Сода мен қатты тебірендім. Және оның сондай қарапайым екендігін мені жаңа жерге отырғызып қойды, міне қолтаңбамен аласыздар деп еді, көптеген кісілер келіп алды.
Бұл кітапты жаңағы дәріптеудің, оқытудың немесе автор менен халықтың арасын жалғаудың бір мәдени жолысы екен деп білемін. Кеңес одағы дәуіріндегі бір жақсылық болды десек, кітаптардың таралымын ең төмен болғанда 10 мың мен, әйтпесе 50 мың, 100 мың, 200 мыңға дейін көтеріп шығарған кез болды да. Біздің қойшылардың қолына дейін тиген көптеген классиктеріміздің кітабы оқылатын еді. Ал қазір кенеттен бір классик туа қалды деген күннің өзінде сол қырдағы қойшыға соның кітабы жете ме, жетпей ме? Ол бір қасіретіміз бе, жоқ тағдырдың сынағы ма, жоқ біз дөп келіп отырған, қаламгерлер дөп келіп отырған қиын кезең бе, біз оны толық түсінбейміз. Сондықтан да сенің жаңағы айтып отырған бастамаң өте орынды. Енді сауалыңды жалғастыра берсең болады. Мына оқырмандарға айта кеткім келіп тұр. Жади Шәкенұлының Қан кешкен ханзадалар деген кітабы жайлы бүгінгі әңгімеміз ютубқа қойылғаннан кейін сіздер ютубқа пікір жазсаңыздар, ең үздік пікірді Жади әкеміз анықтап, осы кітаптың біреуін сол пікірдің иесіне сыйласақ деген бір ой айтқым келіп тұр. Өте жақсы. Ол үшін Жади Шәкенұлы жайында ізденіңіздер, қараңыздар, ақтарыңыздар, өмірбаянын көріңіздер, және осы қан кешкен ханзадалар жайлы сұрақ қоюларыңызға болады, пікір айтсаңыздар болады, жақсы тілек айтсаңыздар болады. Соның ішінен біз жақсы пікірді таңдап аламыз, ең жақсы пікірге осы кітапты сыйлаймыз. Енді кітап туралы жаңа ойымызды ары қарай жалғастырайық, сабақтастырып, кітап қай уақыттан қай кезеңге дейінгі уақытты оқиғаларын қамтиды? Бұның негізгі оқиғасы мына 1200 жылдардың алды-артындағы Шыңғыс ханның хан тағына көтерілу кезеңінде басталады. Және өзіне ұстаз болған, өзіне әке болған, өкіл әкесі болған Тоғырылдың ордасын қалай шапқаны, және Тоғырылдың ордасынан сол кезде 7 жастағы баланың қашып шыққандығы, бейне кинодағыдай, жаңа сол 7 жастағы бала мына біздің оңтүстік өлкемізге келіп, 1220 жылдардың төңірегінде мына солтүстік қазіргі Ресейдің жаңағы төмен өлкесі Сібір аймағынан Сібір деген хандықты құрады. Сонан кейін 1588 жылы жаңағы сол хандық құрған Тайбұғаның соңғы ұрпағы Сейдақ, Оразмұхамбет, Қадырғали Жалайыр үшеуі орыстардың тұтқынына түседі 1588 жылға дейін. Сонда бұл 5 ғасырлық шежірені, жаңа көркем шежірені сол жинақтап көрсетеді. Біздің енді көне дәуірдегі классикалық үлгілерменен социалистік реализм аталған әдебиет кезеңдерімен алатын болсақ, бұл 5 том боларлық еңбек. Бірақ біз бүгінгі оқырманның жағдайын ойлап, бүгінгі жаңағы әдебиеттің талап тілегін ойлап, біз бұл романды барынша қысқада нұсқа қылуға тырыстық. Соның ішінде әсіресе мына соңғы кезде романда бейнеленетіні, романның соңғы бөлімінде баса мән берілетіні. Жаңағы біздің Алтын Ордадан ыдыраған хандықтарымызда орыстардың қалай жаулағандығы, орыс отаршылдығы қазақ даласына қалай кірді, түркі даласына қалай кірді, түркілердің жерін қалай басып алды деген отаршылдықтың мағынасына көптеген үңілеміз. Оның айтатын, олай үңілетін себебіміз бізде мына киномыз, театрымыз, романдарымыз болсын, Жоңғар шапқыншылығы, жаңа Жоңғар шапқыншылығында батырлары көп айтады да, біздің негізгі жауымыз болған орыстар туралы айта алмаймыз. Ал бұнда сол орыстардың жаңағы қазақ жерін, түркі жерін, жаңағы Алтын Ордадан ыдыраған шағын туысқан халықтарды қалай жаулаған қасіретін егжей-тегжейлі соңында суреттейді. Сонда 5 ғасырлық тарихтың алғашқы ғасыр мен соңғы ғасыр бұнда егжей-тегжейлі суреттелген. Әр қазақ бұл кітапты не үшін оқу керек? Бұл мына елін, жерін қорғаймын десе, немесе өз іріңнен, ішіңнен әріп, біріңмен бірің береке сөздері қырқысып, қаннан гөрі сыртқы жаудан сақтан дейтін ортақ идеяны айтады бұндағы негізгі идея. Өйткені ішкі жаулардың бірімен бір арпалысқаны, түркі дүниесіндегі жаңағы түркі мұсылмандарының, түркі халықтарының, туысқан халықтардың бірімен бір арпалысып келіп, сыртқа жем болғандығын көрсетеді. Бүгінгі мынау Орта Азия аренасындағы саяси өзіміздің кеңістігіміздегі әлем халықтарындағы бүгінгі мына бірін-бірі жаулап жатқан, бірін-бірі соғыс болып жатқан елдердің мен сабақтастыра қараған кезде осы қазақ даласын, түркі даласын сен қайткенде қорғай аласың дегенде бұнда астарлы көрініс ертеді. Сенің мына жақта жауың, бір жауың Қытай отыр, бір жауың орыс отыр. Осы екеуінен сақтан. Міне осының ішінде орыс шапқыншылығы кезінде Қазанды қансыздастырып қырып салған, Сібірді бүйтіп жаулап алған деген әліп ретінде қолын ұстатып көрсетіп отыр да, ұрпаққа осы көк тудың мұратын көтеруді басты мақсат еткен. Ар жағы тарихи уақиғамен баяндалады да, тура бүгінгі әлемде болып жатқан уақиғалар астарлаған сияқты көрініс табады. Жақсы. Енді кітапты жазу барысында көп кітап оқығаныңыз белгілі. Көбіне сол осы іздену барысында кімдердің кітабын сіз баса айтар едіңіз?
Енді біз осы мына тарихи романдар дәуірі туралы айтқан кезде мына Кеңес одағы дәуірінде жарық көрген Ілияс Есенберлиннің романдарын айтатын болсақ, Ілияс Есенберлиннің романында артықшылық та болды, кемшілік те болды. Атап айтар болсақ, жаңағы артықшылық не дегенде сол дәуірде қазақ хандықтар туралы ешкім айтпаған кезде, қазақ хандықтар туралы қалың қазақ оқырманы ұмыта бастаған кезде, осыны тарихи дүниені әдебиетке айналдырып біздің алдымызға көркем суреттен тартқан Ілияс Есенберлиннің еңбегін алтыннан мүсін қойып отырып асқақтатып көрсететін еңбек ретінде бағалаймыз. Ал кемшілігі деп отырғанымыз Ілияс Есенберлиннің бойынан кеткен кемшілігі емес, замананың кемшілігі, мына цензураның тынысын қысып тастағандықтан ол көптеген ойларын айта алмай қалды, көптеген ойларын жеткізе алмай қалды. Және осындай тақырыптар төңірегінде Мұхтар Мағауиннің көркем әдеби шығармасы Аласапыран деген романы бар. Ол да өте көркемдік деңгейі өте жоғары, және осы романда баяндалатын кейбір уақиғаларды да оның ішінде қамтылады. Бірақ жаңағы Есенберлинге берген бағамыз сияқты Мұхтар Мағауин ағамыз да қайтеді. Сол кеңес дәуірінде жазылғандықтан 80 жылдардың ішінде жарық көрді Аласапыран романы, жаңа кеңестік цензураның ықпалына ұшырайды. Егер осы Ілияс Есенберлиннің көшпенділері менен Мұхтар Мағауиннің Аласапыраны Ресейдің жаңағы мынау Қызыл империяның цензуралық шеңберіне қамалмағанда, олар тынысымызды буып, кеңірдегімізден алқымдап, оларға бір қатаң талап қойып, төбесіне төне қарап, сол кітаптың барлық барысын бақылауға алмағанда, оларға еркіндік болған кезде, онда олар қаншалық шығандап жазатын еді. Деп солар жете алмай қалды, солар айта алмай қалды деген биіктерді бағындыруды басты мақсат еттік. Жақсы. Енді кейіпкерлерді сөйлету, оқиғаларды бірінен кейін бірін сабақтастыру өте оңай емес, қиын шаруа. Осы кейіпкерлерді мінездеу жағында, соларды сомдау барысында өзіңіздің қандай әдіс тәсілдерді қолданғаныңыз жайында, қандай кейіпкерлерге қалай аузына сөз салдыңыз, осы кейіпкерлер жағына сіз тоқталсаңыз, кішкене оқырмандарға бір осы кітаптың кейіпкерлері жайында сөйлесеңіз. Енді бұл кітаптың қиындық жері бұл тарихи уақиғалар негіз етеді. Тарихи уақиғаны негіз еткеннен кейін сен тарихи тұлға туралы салағат кетіп қалсаң, онда сен оқырманда тарихты әдебиетте кешірмейтін жағдайға кездесіп қалуы мүмкін. Сондықтан да Шыңғысхан болсын, Тоғырылхан болсын, осы оқиғаның бас кейіпкері болған. Немесе Шыңғысханның ұлдары жаңа Үгедей, Төле, Жошының тағдыры болсын. Немесе жаңа Сібір хандығын құрған Тоғырылдың немересі Тайбұға хан болсын. Немесе жаңа оның шөпшегі Сейдақ хан болсын. Немесе сол дәуірде жасаған Тәуекел хан, қазақтың ханы, Көшім хан, Оразмұхамбет, Қадырғали Жалайыр, осылардың тұтастай образын алып шығу, ол өте қиын шаруа. Өте қиын шаруа. Бұл қиындыққа мен ғана кезіккен қиындық емес, себебі жаңағы Ілияс Есенберлиннің алдынан шыққан, Мұхтар Мағауиннің алдынан көлденеңдеген қара бура өте ауыр дүние. Ал енді менің еңбегімде олар басқаша бейнемен бейнеленеді. Яғни ежелгі түркі даласының перзенттері екендігі бейнеленеді. Және олар соңғы рет Сібір хандығының тұтқынына түскен, Сібір хандығындағы ханзадалар тұтқынға түскеннен кейін, орыс тұтқынына түскеннен кейін де, мысалы жаңағы Қадырғали, Оразмұхамбет, жаңа Сейдақ хан, Сейдахмет хан, орыс тұтқынына түскеннен кейін 30 күн оразасын ұстап 5 уақыт намазын оқыған. Ол тарихи құжаттарда анықталған. Және орыс патшасына соны тілек еткен. Оның қарапайым мысалдары орыстың архивтік құжаттарында тұр. Ираннан және басқа мұсылман елдерінен келгенде соларды кездесуге қатысты кеңестердің ішіне қатыстырып отырған. Және мен мысалы Ираннан бір рет жаңағы елші келген кезде Тәуекелге хат жаздырған кезде солар арқылы жұмыс жасап отырған. Ал осының барлығынан біздің кейіпкерлеріміздің түркілік тұлғасы, өзінің түркі мұсылман екендігі, қазақ екендігін баса бұнда көрініс тапты деп айтуға болады. Ал кейбір кітаптарда, тарихи кітаптарда, оның авторында, кейіпкерінде қазірше атамай ақ қояйын, жаңағы біздің екінің бірінде біздің кейбір кейіпкерлеріміз орыстың патшасы мен орыстың жаңағы генералдарымен 100 грамдатып кететін көркем шығармалар бар. Өзінің ділінен қалай алыстап кеткендігін білмей, ұлттардың жаңа ассамблея, ұлттар достық ынтымақ дегенге бет бұрып кететін жағдай бар. Мысалы, соның қарапайым мысал ретінде Оразмұхамбетті біз жаңағы орыс қазақ дипломатиясының алтын көпірі ретінде санап, күні бүгінге дейін әдебиеттерде ақпараттарды айттық. Ал бұнда басқаша бейнеленеді. Олар торға түскен арыстан, торға түскен бұлбұл,
Ал бүгінде біздің тынысымызды бұу үшін біздің тілімізді, ділімізді олар қалай жүгендеу керек деген мәселелер жағынан мен кейіпкерлеріме өзгеше шырай беруге, өзгеше мінез беруге, өзгеше іс беруге, олардың диалогын, монологын, олардың логикалық ойлау жүйесін, жаңағындай психикалық күйін барынша ашуға талпындым да, сонымен бірге әр жерде табиғат суреттер қоса бір беріліп отырды. Табиғат суреттер қоса беріліп отырды. Осы арқылы кейіпкердің ішкі жан дүниесі мен сыртқы дүниесін, және ол қайда туды, қалай өлді дегендерге дейін қадағаладым. Мысалы үшін ешқандай із-түзсіз кеткен кейіпкер жоқ, жоғалып кеткен кейіпкер жоқ деп айтуға болады. Мысалы бірде менің Қаралы көш романымды оқыған мына Қытай мемлекеттік сыйлығының иегері Серік Қапшықбай деген ағамыздың айтқаны бар. Романның басында оқып келе жатам дейді, ортан белінен ауып кеттім дейді, ана жерде бір уақиға шашылып қалды, мына жерде бір уақиға шашылып қалды дейді, қорықтым дейді. Мынау енді романның аяғында осымен шығатын болса, бұл енді үлкен уақиғаны сырап қылып бекер туталақайын шығаратын болды. Мына тулаққа түскен 5 тал жүнді сабағандай болып деп сөйтіп ойлап отыр едім. Ең соңында қайтадан жинап алды дейді. Ал бұнда да мен сол тәсілді барынша ұстандым. Басында уақиғалар шашылып, әрбір уақиғаны айтып жатқан құсап көрінеді, бірақ уақиға қайтадан жиналады да, жаңа кейіпкерлердің тағдыры не үшін басында берілді менің кейінгіні. Бұл кітапты бір рет оқыған адам толық түсінбейді. Мен кезінде Қаралы көш романды да сөйтіп айтып едім. 2 рет, 3 рет оқыған кезде жаңа басындағы уақиға мен аяғындағы уақиғаның байланысы не? Мысалы үшін бірнеше жерде бейнеленетін қыран құстың суреті бар, қыран құстың тағдыры бар. Бұл шығарманың басында да кезігеді, ортасында да кезігеді, аяғында да кезігеді. Мысалы осы сияқты құпия түйіншектер бар, оның бірақ байланысы біреу ғана. Ежелгі түркі даласында ұшып жүрген қыран бүркіт сияқтымыз біз даланың енді деген сияқты осындай суреттер беріледі де, кейіпкердің ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесіне өзімше жасырын осындай белгілер қалдырамын. Мысалы Қаралы көш романымда айтып қалдым, онда да мен осы кейіпкердің бойына көптеген сондай жасырын нәрселер бердім. Кейбіреуін зерттеушілер тапты, кейбіреуін таппады. Мысалы Қаралы көш туралы Зұпар Сейітжан филология ғылымының докторы, Темірқан Тебегенов филология ғылымының докторы, жазушы Мүйізі Қарғайдай Жанат Ақмәди және қаншама кісілер осы кем дегенде бір 10 үлкен Мүйізі Қарағайдай ғалым зерттеу мақалаларын жазды, оқулықтарға кіргізді. Сонда олардың таба алмаған бір екі жерін айтайын. Мысалы күннің суреті. Күн батып бара жатқан күн. Бір жерде күн иығында тұрды дейді. Ана Қаралы көштің айтады. Иығымен күнді батырып алмайын деп сүйеп тұрған сияқты деген сурет кезігеді. Енді бір жерінде айтады. Батып бара жатқан мыстабақтай жарқырап батып бара жатқан күнді дейді. Батырып алмау үшін сол қуып бара жатқан сияқты батысқа қарай көш үзілмей жүріп бара жатты дейді. Ана күнді батып кетпесін екен деп дейді. Сондай суреттеу бар. Екінші 5 тарау бар. 5 тарауда 5 уақыт намаз бар. Таңнан кешке дейін оқылатын. Сосын жаңағы 5 тарауда да қамшының суреті әр жерде айтылып қалады, Қыл аяғына Үндістан, Пакистанға барғанда бас кейіпкер Елсіз ханның қолында жаңа қамшы болады да, Қаралы көш романында. Сол қамшыны жаңа ұрду дейді, үнділіктерге көтеріп шығатын жер бар. Мұнда не дегенде қамшы ақсүйектіліктің, тектіктіліктің суреті ретінде әр жерде көрінеді. Сосын Гималайдың жонында дейді, қазақтың домбырасы сайрай жөнелді дейді. Домбыраның суреті бар. Осындай түйіншектерді мен қалдырып кеттім әр жеріне. Сол сияқты осы романымның айтайын деген қан кешкен ханзадалардың арасында сондай жасырынған түйіншектер көп. Оны алдағы кейінгі сұхбаттарда айтып жатармыз. Оны оқыған адамдар таба ала ма, таба алмай ма? Соның енді біреуін айтып қойдым, жаңағы мына қыран құстың суреті. Рахмет. Жадиға мына 96-шы бетте қарап отырсам, Темүжін мен Тұғырыл хан екеуі бір-бірімен серттеседі екен. Сонда өзіңіз өлең жазасыз ба деп ойлап қалдым мен. Мына серттің мәтінін оқып берейінші оқырмандарға. Қас дұшпанға жолықсақ, қасқайық бірге жаулайық. Қатулы аңға жолықсақ, қатар барып аулайық. Тісті жылан арбаса, тістеліп қалып жүрмейік. Тіс жарысып жалғаса, түсініп жөнді білейік. Азулы жылан арбаса, аузына барып түспелік. Ауызба ауыз жалғаса, анықтап алып істелік деп ант берісті дейді. Екеуі құшақ айқастырып тұрып, осы сертті берген екен. Осының барлығын өзіңіз жоқ, бұның барлығын мен өзім ұйқастырып жазған жоқ. Бұны мына Моңғолдың құпия шежіресі және 6-шы жері деген кітаптарда кейбір осы өлең жөлменен берілген жерлері бар. Біз соны пайдаланған жерлеріміз бар үшінші, бірақ ішінара көркемдіктер алынған жерлер бар. Әдемі екен. Ол ғана емес, осы кітаптың соңында да жаңағы түйіншектің біреуін сен табайын деп тұрсың. Неге дегенде осындай әр жерде берілетін осындай жолдар бар. Өлең жолдары. Осының соңында да бір жырау дейді, жаңа кейіпкер атан жыраудың зары дейтін зарлар айтылады да кітаптың соңғы бөлімінде де. Тұтастай осы өлеңдерді теріп қараса бір поэма сияқты қылып жаңағындай кірістіріп қойған бір түйіншек сол болатын.
Керемет. Иә. Керемет. Өзім де өлең жазамын. Жаңағы мұнда жаңағы өлеңдердің негізі қайдан келді деген құпия сырымды да айта салайын. Жаңа Моңғолдың құпия шежіресі, алтын топшы және жыраулар жыры, және өзімнің қосқан бояуларым бар. Содан жаңағындай осы өлеңдер бастан ақыр бірімен бір қабысып сөйтіп отырған жағдайы бар. Жақсы. Соңғы сұрақтардың бірі, бізде таяп қалдық. Неке ата кегі деген тарау бар екен. Сонда мынандай бір жол бар екен. Алып түркі бәйтерегі құлағандай көрінгенімен, оның көне жұртынан көк деген тұқым өркені бір жайып, бабадан қалған елдік отын өшірмеді. Бірінен соң бірі туған дала көкжалдары қаншама күндік күн арпалысты бастан кешсе де алтын арқауын үзбеді. Даласын да баласын да қорғай білді деп келтірдіңіз. Жалпы бұл кітаптың түркілік бірлікке қандай қатысы бар? Жалпы осыған тоқталып көрсеңіз. Иә, бұнда қызықты бір жер бар. Мынада осы уақиғаның ішінде мына Шыңғысхан, мына Хорезм шағын, Бұқар, мына осы біздің оңтүстік өлкелерді, мына қазіргі сөзбен айтсақ, осы оңтүстік біздің өлкелерді, мына Өзбекстан өлкесін, Қырғыз өлкесі деген сияқты осы байтақ аймақты, сол кезде Түркістан аймағы деп айтады. Соны жаулағаннан кейін еліне барады. Түркістан өзінің туып өскен өлкесіне жаңағы. Барғаннан кейін бұл құлазиды. Құлазиды өйткені жерде ешкім жоқ. Бұл қаншама қан кешті, қаншама алтын үйді, дүниеге ие болды. Бірақ өзінің туған жеріне жетпейді. Сол кезде жаңағы өзіне ұстаз болған Туғырылханды еске алады. Атының құйрығын жел сүзіп, анандай қырбасынан қарап тұрған сияқты болып елестейді. Сонда Туғырылханның бір сөзі елестейді. Құлағына жаңғырығады. Сонда не дейді Туғырылхан? Мына тұрған түркі балбалдарын көрсетеді Шыңғысхан. Бұл балбалдарды кім орнатты дейді кезінде, жас кезінде. Туғырылханнан сұрайды ғой. Туғырылхан айтады, бұны біздің бабаларымыз орнатты осы жерді қорғау үшін дейді. Онда осы балбалдар тұрған жердің барлығы, тастар тұрған жердің барлығы сонда біздің ата бабаларымыздың жері ме дейді. Иә дейді. Ал ондай болса басқа халық қайдан келді дейді. Басқа халық деп отырғаны кім дегенде Туғырылхан айтады. Иә, біздің мына батыс өңірдегі дінді әкеліп таратып осы аймақты иеленіп отырған Иран тектілер дейді. Иран тектілер дейді. Ал енді мына Каспийге дейін аяғын созып жатқан орыс тектілер дейді. Ал мына шығысымызда бізге ентелей қарап отырған корейлер деген ел бар дейді. Ал анау Жапон теңізінен бері қарай өтіп келе жатқан жапондар дейді. Енді мына Ұлы қорған аталатын Қытайдың қорғаны бар дейді. Аққамал дейді оны, сол кездегі атау Аққамал. Ол Аққамалдың ішіндегі халық та сыртына шығып, қазір бізге ойына келгенін істеп, басымызға әңгір таяқ ойнатқысы келеді дейді. Ал мына жақта Таңғыт жотасының ар жағында Таңғыттар да бері қарай асып түсіп, мына біздің түркі даласына көз қызарта бастады дейді. Бұлардың барлығы келімсектер дейді. Келімсектер дейді. Егер бұлар тазарса дейді, біздің ежелгі түркі даласы тазаратын еді дейді. Сонан айтады, жаңағы Темужін енді өз ойлап жатыр ғой, жаңағы Шыңғысхан анау ескі жұртына келгеннен Туғырылдың сол сөз құлағына жаңғырығады да, мен сол үшін атқа қондым ғой дейді. Сол мұратты орындау үшін дейді. Жаңа келімсектерді шығарып ежелгі түркі даласын тазалау үшін дейді. Оның айтып отырғаны шығысы жаңағы осы шығыс түрік қағанатынан Каспийге дейінгі байтақ аймақтағы ежелгі түркі жерін. Кейін қарасаңыз Шыңғысханның жорық жолын қызығы тура осы жерді тазартудан басталған, осы жерді тазартудан басталған бірінші. Көп адамдар әлемге шапқыншылық ретінде қарайды, бірақ жаңағы осы келімсектерді жаңағы тазартудан басталады да, оларды жаңа шегіндіріп тастайды. Олар дейді өзінің, оларды дейді Туғырылхан айтады жаңағы Шыңғысханның құлағына жаңғырыққан сөзде. Олар өзінің шыққан інінен өріп шығып дейді, біздің далаға қарай өріп кетті дейді, оны қайтадан ініне қуып тығу керек дейді. Кейін қарап отырсаңыз Шыңғысханның мұраты солай болады да, бұл жерде Шыңғысханның күресінің өзі, мына кітапта бейнеленетін уақиға, ежелгі түркі мұраты. Ежелгі түркі мұратын жалғаушылар Шыңғысханның алдында атасы болған кімдер? Ясукей, жаңағы Туғырылханның атасы Марғұз, Туғырылханның әкесі Құршағұз, Туғырылхан, бұлар түркі мұратын жалғап алып ел құрмақшы болды, құра алмады. Енді Шыңғысқа қолға тигеннен қайтып осы түркі даласын бірінші азат етуден бастады соғысты. Деген уақиғаның барлығы осында баяндалады. Және тарихи негізінде, құжат негізінде жер атымен, ел атымен бейнеленеді де, жаңағы біздің өзгеше әдебиеттерден өзгешелігі деген бағанағы идеямызға да келеді де, бізге бүгінгі осы далада жасап жатқан сендер неге бірікпейсіңдер деген үнді тастайды мына. Қазіргі сол жұртта отырған біз айтайықшы қарапайым сөзбен, иә. Шығысымыздағы Моңғолия мемлекет, ортасымыздағы ұйғырлар,
міне батысында отырған қазақтар, қырғыздар, түркімендер, өзбектер, сендер неге бірікпейсіңдер? Міне ежелгі өздеріңнің жердерің екен ғой деген жаңа түркі бірлігі, Алтын Орда аймағының бірлігі, ежелгі түркі даласының бірлігі деген идея осыдан бастан ақыр жаңғырығып отырады әр жерде. Бағанағы мен айтып болған қыран бүркіттің аспанда шаңқылының өзі соны бейнелеп аяқтайды. Мысалы үшін жаңа сіздің кітап оқу дәстүріңізбен айтқан кезде мен сол бір ауыз сөзді соныменен айтып, сонымен түйіндеп жіберсек те болады. Жаңа қыран бүркітті қалай бейнеленген дегенді. Міне жерде дейді, бір ауыз ең соңғы сөз бір сөйлемде оқылған еді. Тұран аспанында шексіз кеңістіктің жомақ мекен бейіш ұйығында қан кешкен қанзадалар рухы осылайша шәһид құсқа айналып мәңгілікке қанат қақты дейді. Аспанда мәңгілікке қанат қақты дейді. Шәһид құсқа айланып дейді деп тұр да. Сонда бұл не үшін жаңағындай екі қыран, бір ұяның екі қыраны суреттеледі де, біреу өледі. Біреу жаңа орыс жерінде өледі. Мына Ораз Мұхаммед, Қадырғали Жәлелер, Сейда өлген кезде бір қыран өледі. Содан кейін бір екінші ана өлгенде де қалай жаңағы сол осы уақиғаның бас кейіпкерінің біреуі Сейдақтың моласына келіп соғылып өледі жаңағы қыран. Содан кейін жұрт жаңағы моланың басынан өлікті көріп, одан оқып шыққан аспаннан бір қыранның екінші шаңқыл естілді дейді. Ол бағанағы қыранның екінші сыңары болатын дейді, ұяда қалған дейді. Бұл нені бейнелейді дегенде түркі даласы әлі өшкен жоқ, түркі бірлігі әлі жоғалған жоқ. Егіз бас екі қыран болатын болса, біреуі тірі, екі басты қыран болатын болса, біреуі тірі, біз әлі тіріміз, түркі бірлігі деген идеяны осымен аяқтайды. Бәрекелді. Кітапты енді құрметті оқырмандар, осы кітап дүкендері арқылы, Каспи дүкендері арқылы аларсыздар. Алдағы уақытта осы кітапты өздеріңіз ғана оқып қоймай, достарыңызға, көршілеріңізге, туысқандарыңызға, тіпті бала-шағаңызға оқытуға сіздер де үлес қосыңыздар. Себебі жақсылық тұрмау керек, жақсылық ары қарай қолдан қолға жалғасу керек. Сіздер де осы қан кешкен ханзадаларды оқыңыздар. Бізбен бірге сіздер де жанкүйер болыңыздар. Жади Шәкенұлын түрлі кездесулерге шақырыңыздар. Мектептер, университеттер. Осы өзіміздің тарихымызға оралайық, өзіміздің тамырымызды табайық. Осы қан кешкен ханзадалар деген кітап біздің қазақ әдебиетіне қосылған үлкен салмақты сүйекті шығарма деп есептейміз. Осы кітапты жазғаныңызға сізге рахмет. Енді сіз жазуын жаздыңыз, сізден бір үлкен жүк кетті. Енді оқырманға ол жүк келді. Себебі жазылған кітап, жақсы кітап оқылу керек. Сондықтан кітап оқиық, осы кітап арқылы өзімізді өзіміз таниық, өзімізді өзіміз табайық. Сау болыңыздар. Рахмет.